Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қышқыл тәтті соусындағы кітірлік баклажан салаты рецептін ұсынамын. Небәрі 2-3 өнімнен тұратын бұл салат дастарханыңыздың сәнін келтіріп, қонақтарыңыздың көңілінен шығары сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен баклажанды жуып, сыртын аршимыз. Менде мында 2 орташа баклажан салмағы 504 грамм шықты. Тазаланған баклажанды дәл видеода көрсетілгендей орташа 4 бұрыш етіп тураймыз. Баклажанды тым үлкен немесе тым кішкентай етіп турамағандарыңыз абзал. Енді туралған баклажанды терең ыдысқа саламыз. Қазір оны кішкене тұздап, бетін жауып тұратындай етіп салқын су құямыз. Бұны біз баклажанның ащы дәмі кету үшін істейміз. Қазір бетіне тарелка жауып, үстінен кішкене басып, шамамен 20 минутқа қойып қоямыз. Ал ол уақытта өзіміз жуылған новичок деген қызанақты өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай турап аламыз. Дәл осы новичок қызанағы басқаларына қарағанда осы салатқа керемет үйлеседі. Келесі кезекте алдын ала жуылған кішкене ақ желкенмен кинзаны қатты майдаламай орташа етіп турау керек. Әрине, егер сіздерге кинза дәмі ұнамайтын болса, оны мүлдем қоспасаңыздар да болады. Мінекей достар, 20 минут өтті. Баклажанның суын төгіп, енді оны міндетті түрде құрғату керек. Ал қазір мен баклажанның бір жартысын ғана ыдысқа салып, оған 2 ас қасық кукуруз немесе картоп крахмалын қосып, жақсылап араластырамын. Ал қалған жартысын дәл қуыратын кезде ғана араластыратын боламын. Ал енді қызып тұрған табаға сұйық май құямыз. Және баклажанды салып, жан-жағын қызартып қуырып аламыз. Баклажан бір келкі әдемі қызарып қуырылуы үшін арасында араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Мен баклажанды шамамен 10-12 минуттай қуырдым. Мінекей достар, баклажан дайын. Артық майы болмау үшін піскен баклажанды қағаз сүлгісіне салыңыздар. Мінекей достар, қараңыздар, баклажан керемет кітірлік болып шықты. Енді терең ыдысқа баклажан, алдын ала турап дайындап қойған қызанақ, ақ желкен мен кинза саламыз. Соңында қышқыл тәтті соусын құйып, барлығын ақырын араластырамыз. Мен мінекей осындай чим-чим қышқыл тәтті соусын қолданамын. Достар, сіздерге ескерте кететін жайт, бұл салатты дәл дастарханға тарту ететін кезде ғана араластырған абзал, себебі уақыт өте баклажан жұмсарып, кітірлемейтін болады. Мінекей достар, біздің салат дайын, енді оны әдемі ыдысқа саламыз. Және салатқа қосымша әдемілік беру үшін бетіне қуырылған арахис себуді кеңес етемін. Достар, бұл рецепт сіздерге ұнады деп сенемін. Олай болса лайк басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.